Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Пойыз доңғалақтарының қатты дүрсілінен селк етіп оянған Кәріпжан көзін ашып терезеге қараған. Туған жерге жақындап қалған сезді. Аптап ыстықта бетіне тұзы шығып, сор боп жатқан құм дала. Сырдың өлкесі екені анық білініп жатыр. Бірер сағатта кіндік қаны тамған жерге де жетпек. Пойызға отырғаннан тарсылдаған жүрегі одан әрі соғысын жиілетіп, небір ойлар миында глобус сияқты шыр айналып тұрып алды. Алматыдан шығарда кезінде интернетті қара нанды бірге бөлісіп жеп, кейін оқу бітірісімен Қазалының пошта орталығына қызметке кеткен Мұратбай кластасына хабарласқан. Бала күнгі досын көптен көрмеген ол Кәріпжанның келетіне қуанып, аңғал қалпы елпілдеп: "Еш қысылма, өзім күтіп алып жайғастырам. Қонақ күту деген біздің қатынның күнделікті кәсібі мен негізгі мамандығы. Әке-шешеңнің де басына өзім апарам. Тек аяғыңды созып, үйінде қонағым болсаң болды", деп ағынан жарылғанды. Ауылға жақындаған сайын қаншама жыл көріспеген ескі досы қалай қарсы алады? Бір-бірімізді көргенде жатырқап, томсырайып тұрып қалмаймыз ба деп те біраз ойланды. Кешкі сағат 8-дер шамасында күндізгі ыстықтың аптабы әлі басыла қоймаған Қазалы қаласына келіп тоқтаған жолаушылар пойызынан аппақ сақалын сәндене қырып, көк жейдесінің екі түймесін ғана іле түскен Кәріпжанды бала күннен нан соғар, тамаққа келгенде қомағайлау болған, қарны қампиған бұжыр қара кластасы Мұратбай жазбай таныды. Бұл да томпаңдап жүгіріп келе жатқан Мұратбайды көптің арасынан бірден көріп, екеуі бір-біріне қолдарын көтере жүгіре келіп құшақтаса кетті. "Амансың ба? Ей, кәкем-ау, еш өзгермепсің. Сол күйі жіптіктей қалпың. Барсың ба? Шынымен сені көріп тұрмын ба?" деп Мұратбай бала күнгі досын көтеріп алды. "Сен де өзгермепсің, Мурка. Аманмын. Келдім-ау, әйтеуір. Сендерді сағындым ғой", деп Кәріпжан да досын құшағынан жібермей, көзінен ыршып шығып кеткен жасын тоқтата алмай қалды. Жол бойы әр нәрсені ойлап отырғанда, балалық шағы есіне түсіп, туған жерінің топырағына дейін сағынғанын, елге жақындағанды қаттырақ сезген. Онсыз да жүрегі нәзік, көңілі жабырқау тартқан Кәріпжан бір түрлі жылағысы келді де, вагондағылардан ұялып, өзін тоқтатып қойған еді. Бірақ бірнеше жылғы сағынышы туған жерінің топырағына табаны тиісімен, еркіне бағынбай, пойыздан түсе сала көз жасына ие бола алмағаны сол. "Сен өзі ауылға келмегеніңе неше жыл болды? Алматыға кеткендердің бәрі кері қайтпайды деген рас екен-ау". Мұратбай досының жеп-жеңіл сөмкесін көтеріп алып, Кәріпжанды иығынан құшақтаған күйі сөйлеп келе жатыр. "Ауылға дейсің бе? Біраз болды. Әкем мен шешем қайтқалы бері келмеппін". Кәріпжан шаңы бұрқыраған ауылының басқа өлкеде өзгеше боп тұратын саф ауасын терең жұта күрсініп алды. Екеуі Мұратбайдың көлігіне отырып, шағын қаланың орталық көшесімен ақырын жүріп келеді. Жан-жағына қараған Кәріпжан баяғы бала күнгі шетелдей боп көрінген Қазалысының мүлде өзгеріп кеткенін, кейбір көшелердің атауының өзгергенін көріп тамсанып отыр. "Мынау Пірімов деген көше, мынау Жанқожа Батыр көшесі. Мынау жерден оңға бұрылып, сәл жүріңкіресек, баяғы Дәмеш бар емес пе? Сенің интернаттағы махаббатың, соның үйі бар", деп Мұратбай аңғал-саңғал қалпымен дарылдап келе жатыр. Дәмеш, Кәріпжанның интернаттағы алғашқы бала махаббаты. Бұл қойшының баласы болса, Дәмеш түйешінің қызы еді. Өздерінен бір класс төмен оқыған, көздері тостағандай ғана сүйкімді қызға Кәріпжан ғана емес, жоғары кластағылардың бәрі ғашық болатын. Бірақ оған ғашық екенін сол күйі іштей қынжылып, айта алмай жігіттер арасында өзара ғана талқылап, ақырында бұл Алматыға кетіп, Дәмеш оқу бітірісімен Орынбордағы медициналық училищеге түскен. Мұратбайдың айтып келе жатқаны сол қыз, баянсыз махаббат жайы. Екеуі Мұратбайдың үйіне жетіп, бұларды Мұратбайдың өзіне қайым, ет жеңділеу келген ақсары жүзді әйел Айжамал қарсы алды. Үшеуі абыр-сабыр басылып, Мұратбайдың әйелі дайындаған асты дайын болды. Вокзалдан бері қарай Мұратбайдың айтқан сөздерін тыңдап келе жатса да, миының бір бұрышында ешкім түсініп болмайтын тұңғиық оймен арпалысып келген Кәріпжан үйде үшеуінен басқа жан баласыз жоқ екенін дастарханға отыра бергенде ғана аңғарды. Бірақ кластасының қанша баласы барын,
Тіпті баласы бар ма, жоқ па, ол жағынан хабарсыз болғасын. Біреудің артын қазбаламайтын сабырлы қалпына салып, өзі айта жатар деп үндемеді. Үшеуі дастархан басына жайғасып, бағанадан бері аузы тынбаған Мұратбай тағы өзі бастады. Ауылда қанша боласың? Асықпайтын шығарсың, е? Отпускіге шыққан шығарсың. Енді келген адамның жағасынан алғаның не? Үйіңе бір түн түнесін, енді ғой келгені. Деп Айжамал күйеуінің ерсі сұрақ қойғанына қысылып, күңк етті. Мұратбайды ыңғайсыз сұрақ қойғанын білгендей іле-шала. Мұны бүгінгі сойылған қойдың еті, кәкем, жылқының етін жеймін, ауылдың дәмін аңсап келдім десең, ертең жылқы соям, деп қызарақтап отырып тағы бөсті. Ниетіңе рахмет, Мурка. Осылай күтіп алып құрмет көрсеткеніңнің өзі жылқының етін жегенмен тең. Ертең шал мен кемпірдің басына апарып қайтуға көмектессең, сосын уақытыңды да алмай, шалқайып жатып алмай, кері қайтам, деді Кәріпжан, езуін тарта жымың етіп. Әй, бүгін келіп ертең кетем несі? Шалқайып жатасың ба? Қонжиып бас құдамдай боп айтқаныңды орындатасың ба? Өзің білесің, досым. Неше жылда бір келгенде саған қызмет ете алмасам, несіне жүрмін ауылда? Әке шешеңнің басына барам десең, ертең апарам. Содан соң болды. Адам баласына ауыртпалық салғым келмейді. Мына заманда білесің ғой, деп Кәріпжан ыстық сорпаны ұрттай бере, Мұратбайдың сөзін бөліп. Ой, кәкем-ай, бала күніңнен табандап тұрып алатын бір жақты қырсық едің. Сол әдетің қалмағанын-ай, деді Мұратбай, әйеліне қарап бірдеңені ымдап. Ойбай, ұмытып кетіппін, деп Айжамал орнынан атып тұрды. Келесі бөлмеден дөңгелек ыдысқа салынған ақ бидай сусынын алып, мейрамханадағы даяшы қыздардай боп, Айжамал жалп етіп қайта келді. Тамақтың астында қалу керек еді. Енді үстінен жіберейік, кәкем. Ауылға күнде келіп жатқан жоқсың. Оның үстіне жолдан шаршап келдің дегендей, өзіңді сағынып кеттік. Мынаны шығармасам тіпті ұят болар, деп Мұратбай ақ бидай сусынын аша берген. Мурка, осыны сол күйі қойсаң қалай болады? Мен бұл бәлемен қоштасқаныма 5 жылдай болған. Маған дәрігерлер енді жақындама деп еді. Мұратбайды әйелі де бір-біріне қарап, ойбай, қай дәрігер оны айтып жүрген? Хал үстінде жатқан адам емеспіз ғой. Денсаулық барда, бұл бәленің де жанын шығарып алған дұрыс, деп Мұратбай қоярда қоймай, бөтелкенің аузын аша салды. Жоқ, Мурка, осы бәленің жанын шығарып жеңе алмадым. Болмағасын бұл жынмен арпалысуды бір жолы доғардым. Қажеті жоқ, рас айтам. Осы сыйлағанның өзі мен үшін құрмет. Осыны ішпедім деп ренжімейм. Әуре болма. Басқа да сыйлы қонақтарың келгенде жанын шығарарсың, деп күлді Кәріпжан. Бала күнінен айтқаннан қайтпайтын құрдасының жын шығаруға немқұрайлы екенін түсіне қойып. Мейлің, біздің көңіл тап-таза. Бұл үйден кімдерден татпай жатыр. Мен де балалардың көзінше бұл бәлені татып алмайм. Арасындағына шабытым келгенде жанын шығаратын болмаса, деп Мұратбайды әйеліне қарап көзін қысып жіберді. Айтқандай, балалар қайда? Деді Кәріпжан. Досының неше баласы барын, не жоғын білмесе де тымырайып отырғанын жарамас дегендей. Ақ бидай сусынның тақырыбынан ауытқып. Балаларды нағашыларына жібердік. Жазғы каникул басталысымен Аралға кетеді. Біздің ауылдағыдай емес. Аралда жаз бойы маса жоқ. Балалар жаз басталса, нағашыларына масадан қашып кетеді, деп күлді Айжамал. Өй, сен де масадан қашып дейді ғой. Ауылға барып нағашыларының түйелерін бағат десеңші, деп Мұратбай әйеліне қалжыңдаған боп, бір жағынан ойындағысын айта салды. Ет желініп біраздан бері сорпа ішпеген Кәріпжан маңдайы жіпсіп, бір мамыражай күйге енді. Екі құрдасқа төргі бөлмеге бөлек төсек салынды. Түннің бір уағына дейін Мұратбай мен Кәріпжан кластастарын түгендеді. Біздің кластың жігіттерінің арасында ешқайсысы кластас қыздарды алмады ойы. Кәріпжан Мұратбайға ендігі сұрақтарды мен қояйын дегендей бір жамбастап жатып. Шынында да, кластың қыздары өңшең үлкен жігіттерге кетті ғой. Қазір осында тұратындары Күлзипа мен Зияда ғана, қалғандары совхоздарды, басқа жақтарды. Жігіттерден кімдер бар? Алпысбай бар, Пазыл осында. Айтпақшы, Пазылдың әйелі жақында қайтыс болды. Сосын Күнтуар бар, мектепте директор. Әбдіғани мен Нұртай совхозда тұрады.
Қалған жігіттер басқа жақта. Біздің ауылда тұратындар бар ма? Ол жақта жалпы тіршілік бар ма? Деп Кәріпжан ең негізгі сұрақты қойғандай басын көтеріп алды. Ол жақта қазір ешкім жоқ десе де болады. 3-4 үй бар еді. Мен де құмды ауылға бармағалы біраз болды. Ертең шал мен кемпірдің басына бара жатып жолай соқпасақ. Мейлі, ертеңгіні ертең көре жатармыз. Рұқсат болса мен жатайын, деді Кәріпжан. Сағаттың тіліне қарап түңгіштен кетіп бара жатқан көріп. Таң ата Айжамалдың буы бұрқыраған самаурына қайнатылған күрең шай мен ыстық бауырсаққа тойып алып, екі құрдас қызыл құм жақты бетке алды. Кіндігі кесілген құмды аймаққа жақындаған сайын Кәріпжанның ішіндегі алай-дүлей шайқас өршіп, біресе көліктің айналасына қарағанда арттарынан жан алғыш жүгіріп келе жатқандай, жетіп алып бұны буындыра түсетіндей қорқыныш тағы да тыным бермеді. Сәскеге жақын шаңдатып отырып, бұрын малшылар ауылы болған Сабаншы деген жердің шет жағына келді. Кәріпжанның көзі бірде екілі кезектен тұрғызылып, бүгінде жермен жексен бола бастаған үйлерге түсті. Ауылға бұрылайын ба? Деді Мұратбайды, досының ішкі арпалысын сезгендей. Жоқ, бейіт жаққа тарта бер. Бұрылғанмен бізді күтіп тұрған кім бар дейсің? Бәрі тілсіз, меңіреу далаға айналыпты ғой. Мейлің, асық ойнап асыр салған ауылыңа табаныңды тигізейін бе дегенім ғой. Расында да дымы қалмады. Ей ауылым-ай, деді Мұратбайды шын күрсініп. Қорым келді. Бұрындары әке-шешесінің бейіті тікенек сыммен қоршалған қоршаудың шет жағында болатын. Қазір тікенек қоршау алынған, әке-шешесінің де бейіті орта жағына қарай ойысқандай. Алғашқыда Кәріпжан әке-шешесінің жатқан жерлерін жоғалтып алғандай, денесі түршігіңкіреп бір түрлі селк ете қалды. Ауыл адамдарының біразы осында жатыр. Тіпті көшіп кеткендерде қайтыс болғасын, ұрпақтарына осы жерге көмулерін сұрап, шалғайда болса да осында келіп жерленген. Сенің әке-шешеңнің бейіттері анау жерде, деп Мұратбай төмпешіктерді айналып өтіп, орта тұсты нұсқады. Кәріпжан әке-шешесінің бейітіне жақындаған сайын анасының «Балам, келдің бе?» деген даусы естілгендей, буындары босап, аяқ-қолдары икемге келмей, еркіне бағынбағандай абдырай бастады. Біресе көз алдына әкесінің колхоз шопандарының слетіне ғана киетін, алдына соғыстан тағып қайтқан медалы бар, қоңыр костюм мен қоңыр шляпасын киіп алып, сонадайдан өзіне қарап тұрған бейнесі елестеді. Ішінен бисмиллясын айтып, құм кірпіштен салынып, неше жыл бойғы жаңбырдың суымен еріп, төмпешегі ортасына ойылып түскен әкесінің бейітіне де келді. Тұншығып барады. Жүрегі тарсылдап, тап осы жерде кеудесінен жаны шығып кетерде булығып, біресе тынысы тарылып, борша-борша тері сауғалып, көзінен жасы парлай жөнелді. Мұратбайды әке-шешесінің басына 35 жылдан кейін келіп тұрған досының жай жағдайын түсінгендей, мен мына жақты бір аралап келейін, деп Кәріпжанды жалғыз қалдырып, ақырындап қана жан жағында жатқан басқа кісілердің бейіттерін жағалап кетті. Кәріпжан елсіз, айдаладағы көне бейіттің басында үнсіз ғана ұзақ тұрды. Көз алдына балалық шағы елестеп, сонау 60-шы жылдардың орта тұсында малда ауылда әкесімен бірге қойдың соңында жалаң аяқ жүргені, қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп, интернатта жатып оқып мектеп бітіргені, мектеп бітірерде әкесінің ұлының адам болғанына қуанып, колхоз директорына 2 қой беріп жүріп, костюм шалбар алып бергені, шешесінің бұл оқуға аттанарда орамалмен бетін көлегейлеп, әкесінің артына тығыла, тұншыға жылап шығарып салғаны. Бәрі көз алдына көлбеңдеп келе берді. Кенет құлпытастағы шай кесенің көлемінде ғана әкесінің суретіне көзі түсті. Марқұм әкесі бұған суықтау көздерімен тесіле қарап тұрғандай көрінді. Дереу құлпытастағы суреттен жанарын тез ала қойып, тізерлей отыра: «Әке, мені кешірмейтін шығарсың. Қателігімді 60-қа келіп түсінгенім үшін кешірші. Білем, мені 35 жыл бойы күттің. Сәті бүгін түсті десем, сылтауратқаным болар. Бірақ мен шынымен келе алмадым. Соншама тас жүрек, мейірімсіз болғанымды да мойындаймын. Бүгін өздеріңе сәлем бере келіп тұрмын. 35 жыл бойы ішіме жиналған өкінішімді бүгін өздеріңе айтып шығарып тастамасам, жер беті деген әлемде
тірі жүруім қиындап барады, деді күбірлеп. Әкесі боған қарап тіл қатпады. Әйтсе де Кәріпжан әкесінің түрі суық, сұсты болған туған ұлына өкпелемейтініне іштей сенгісі келді. Әкесі қасқа бас, жіті әріп танып сауатты болғанмен, сөзі мен ісінің түйіні мықты. Айтса кесіп айтатын бір жақты. Көзі тірісінде пендеге тән қомағайлық танытып, жаманшылыққа бармаған. Жасаған жұмысына мығым, ұлына тек адалдық жайлы ғана әңгіме айтып отыратын турашыл адам еді. Соғысты да, аштықты да көрген ол әр нәрсенің қадірін білетін, титімді еңбекті бағалайтын қасиеті басым болатын. Содан болар, кейбіреулер сияқты дүние қоңызданып байлық қумаған. Жалғыз ұлын колхоздың басшылық жұмысына орналастырам деп те жанталаспаған. Оқуын бітірерде де өзгелер сияқты балаларының кім болатын кесіп айтпай, Кәріпжанның өзіне таңдау жасатып, қолдау білдірген. Кейбір шопандар колхоз басшысына көктемде төлдеген қозылардың есебін қысқартып, қасқыр жеді мен шала туылдыға басып жатқанда, Құдай тағалам беретінін адалынан берсін деп қасқайып отыратын. Сөйткен әкесімен денесі жер қойнына тапсырылғаннан кейін 35 жылдан соң кездесіп тұр. Бір сәт көзін жұмып, әкесінің ат үстінде жүріп, дәурен-ай, өтерсің жалған дүние-ай, деп ыңылдап айтатын әнін есіне түсіріп, өзі де ыңылдай бастаған. Әкеңмен амандасып болдың ба? Деген Мұратбайдың даусы үнсіз ғана әкесінің кешірім сұрап отырған Кәріпжанды тағы да селт еткізді. Болдым. Қасекең не деп жатыр? Кәріпжан жауап қатпай біраз отырып. Құран оқыш. Менің ойым шашырап отыр. Тезірек шешеме де барайық, деді, көзінен аққан жасты бет орамалымен сүрте салысымен. Мұратбай да досының әр сөзін мұқият тыңдап, айтқанын орындауға сақада сай адамша жанына отыра кетті. Кәріпжанға дайынсың ба дегендей бір қарап алып, ауылдың бас имамындай тізерлей кетіп, күнде Құран қатым шығарып жүргендей зор даусымен аңырата жөнелді. Құранның аяттарынан естігеннен ақ Кәріпжанның көзінен қайтадан жас тоқтамай сорғалай жөнелді. Мұратбайдың аяттары ұзаққа созылмады. Фатихамен ықыласты оқып, іштей күбірлеп барып, қасқа баспен қоса сол жердегі біраз адамдардың атын атап, бетін сипай қойды. Әкесіне Құран бағыштағасын, Кәріпжан анасының жатқан жеріне қарай ойысты. Құдды бір Құдайдың алдына қыл көпірге сынаққа келгендей абыржып, шешесінің бейітіне дейін зорға жетті. Бұл жолы да Мұратбай досының жалғыз бола тұрайын деген ішкі ниетін сезе қойғандай, Үрзада шешеммен де сырласып ал, деді. Шешесінің бейіті тіпті жермен жексен боп, үгітілген құмдары тобықтан ғана асарлықтай болған екен. Қауқиып құлыптасы ғана тұр. Кәріпжан құлыптастың бетіндегі күлімсіреп тұрған шешесінің суретін бет орамалымен бір сүртіп, қос қолдап құшақтай отыра кетті. Адам 60-қа келгенде де әке мен шешенің алдында кәдімгі бала болатынын сол кезде сезінді. Шешесінің құлпытасын құшақтаған күйі бала кездегі интернаттан келе сала, жүгіре омырауына басын қоя иіскеп, біраз уақытқа дейін құшағынан босамай, апау, каникул біткесінде сабаққа кешігіп барайыншы, деп еркелейтін кездері есіне түсіп, маңдайын шешесінің суретіне тигізе. Апатай, маңдайымнан сүйе аласың ба? Маңдайымнан бір иіскеш. Өзің кеткелі, маңдайымнан тірі жан иіскеп, сүйіп көрмеген. Бұл жалғанда мен тек сендерге ғана керек болған екенмін ғой, апа. Қадірлеріңді білмей, далбасалап, өз бетіммен отанымнан безіп, сендерден қашып, адамдығымнан айырылыппын ғой. Маған сенде өкпелісің бе, апа? Ең болмаса түсіме де кірмей кеттің. Соңғы 10 жылдықта мүлдем көрмедім. Әлде мен келмегесін әкем екеуің түсіме де кірмей, әбден зарықсын дедіңдер ме? Онсыз да мына өмірде зарыққанымды, адасқанымды кеш ұғып келдім, апа. Құдайда мен сияқты қайырымсыз, қадірсіз ұл сұрамаған шығарсыңдар. Апа, сен маған ешқашан қабақ шытпайтынсың. Қазірде сен менің басымнан сипап, құшақтап тұрсың ғой. Айтшы, өлер алдыңда мені бір көргің келді ғой, е? Мен сорлы жете алмадым ау, сол кезде. Қанша күттің екен? Көзің жұмылып кеткенше күткен шығарсың мені. Байғұс анамай, мені кешіріңдерші. Апа, өмірім сендер кеткеннен кейін ит ыржың, қым-қуыт боларын біліппін бе? Деп Кәріпжан солығы басылмай, маңдайын құлпытасқа сүйеп біраз отырды.
Класстасын сыртынан ғана бақылап қойған Мұратбай оны қалай жұбатарын білмей, біршама мауқы басылып, шері тарқатылып, шешесімен сөйлесіп алсын дегендей, арт жағынан бір келіп, қайта кетіп, үнсіз жүрді. Шешесінің құлпытасын қайта-қайта сүртіп, құшағына босата бергенде ғана бұған қарай аяқ басты. «Құран оқып жіберейін», деді Мұратбай, молда сұңқыры Кәріпжанның жанына жайғасып. Шешесінің де рухына Құран бағышталып, Кәріпжан Мұратбайдан ажырап, тағы да жалғыз қалды. «Апатай, мен енді сендерге жиі келем. Реті келсе туған өлкеме оралармын, оны уақыт көрсетеді. Бұл сапарымда мен сендерден кеште болса кешірім сұрауға келдім. Сендерден ғана емес, туған топырағымнан, кіндік қаным тамған жер анадан кешірім сұрағым келді. Бүгін 35 жыл бойы арқамда жүрген жүктің жібі сәлде болса сөгілгендей болды. О дүниеге кетсем де ауыр жүкті өзімен бірге арқалап кеткім келмейді. Осылай бірте-бірте жеңілдете берсем деймін. Қолымнан келері сендердің рухтарыңа Құран бағыштау ғана. Сол міндетімді енді көзім жұмылғанша атқарып кетсем болғаны», деді. Үрзада шешесі адам деген жаратылыс иесінің ішіндегі ең бір асылы десе болар еді. Өзінен 10 жас үлкен қасқа басқа 19 жасында тұрмысқа шығып, өмірінің соңына дейін күйеуінің жанында малдың соңында жүрген ол, шағын ғана ауылдың қатын қалаштарымен қосылып, әңгіме дүкен құру, отырыс-қыдырыс дегенге бару, жалпы әйел боп, еріне артық мінез көрсету дегендерден мақұрым болғанды. Жаз болса күйеуіне ілесіп, жайлау жағалап, оның ас суын дайындаудан бөлек мал қорадағы сенімді көмекшісі еді. Оқта-текте ұлы каникулға келгенде, сенен кейін Құдай тағалам менің құрсағыма шараны бітірмей, артыңнан еретін бір қарада бермеді ғой, жалғыз болмай жаныңа серік болса деп едім, деп өкінішін жеткізіп қоятын. Ондай кезде Кәріпжанды еркелеп, мен сендерге жетпейін бе, дейтін балалықпен. Шешесінің тағы бір қыры, жалғыз ұлына халық ауыз әдебиетіндегі қисса дастандар мен кейбір ертегілерді ұйықтар алдында жатқа айтып, санасына сіңіріп өсіргендігі. Сол кезде шешесінің ол жыр дастандарды қайдан оқығанын, кімнен естігенін бала Кәріпжан сұраған емес. Әкесіне қарағанда шешесі ұлының әдебиетке жақын болуына көп үлес қосқан. Кей кездері баласына өз ойынан құрастырып ертегілер айтып беретін. Содан кейін 5 уақыт намаз оқымаса да құдайшыл болатын. Не жасаса да алдымен аузынан бисмилласы түспей, кешке жатарда іштей күбірлеп, Құдайдан бірдеңелерді сұрап, қол жайып отыратын. Осылардың барлығы Кәріпжанның есіне түсіп, шешесінің суретін кемсеңдеп отырып, қайта-қайта сипалай берді. Шешесімен сырласып болған уақытта Мұратбай қайта оралып, қалтасынан бүктелген 2 орамал шығарды. Мынаны Айжамал берген, бейіт басына байларсың деген. Осы жерден өткен кеткен мұсылмандар Құран бағыштап шешіп алар. Әке шешеңе шапағаты тиер, мынаны өз қолыңмен байла, деп қолындағыларын Кәріпжанға ұсынды. Әке шешесінің басына түйіншектелген орамалдарды байлап боп тағы да Құран бағыштады. Қорым басынан шығуға ыңғайланғанда Мұратбай төмпешік боп жатқан біреудің бейітін нұсқап, әне бір бейітті көріп тұрсың ба? Жүр, баяғы бізге тарихты оқытқан Құлназар ағайдың жатқан жері. Оның бергі жағында сені ерекше жақсы көрген әдебиетші ағайың Әбжәлидің бейіті. Соларға да бір Құран бағыштап кетейік, деді. Кәріпжан жолдасының артынан үн-түнсіз ере берді. Жанынан өткен сайын, мынау Жұмағұл деген тракторшы кісінікі, мынау Сәлмен деген агроном шалдыкі, деп ағайларының бейітіне жеткенше барлығын таныстырып келе жатып, иманды болғырлар, жақсы кісілер еді, деп бірдеңелерді айтып, қолмен бетін сипап келеді. Қатар жатқан тарихшы мен әдебиетші ағайларының басына келді. Екеуі мектепте де бірге жүретін есіңде ме? Құдайдың шеберлігі шығар, мәңгілік тұрақтары да қатар орналасыпты, деп Мұратбай тізерлей кетіп, ұстаздарына арнаған фатиғасы мен ықыласын сарната жөнелді. Екеуі келген жұмыстарын бітіріп, қорымның сыртында отырып, осында жатқан барша мұсылмандардың рухына бағыштап, тағы Құран оқыды. Көлікке жеткенше Мұратбай бақилық болғандар жайлы өзінің жүрек тебіренісін айтып келе жатқан. Әке шешесімен сырласқаннан кейінгі сезімнен әлі де арыла алмаған Кәріпжан досының сөздерін іштей құптап тұрса да, үндемеген күйі аузын ашпады.
Мұратбай да досының көңіл күйін түсініп, әңгімені одан әрі созған жоқ. Тып-тыныш келіп, қып-қызыл көлікке отырды. Көлік орнынан қозғала бері Кәріпжан терезеден бұрылған күйі әке-шешесінің жатқан жеріне қарап, жатқан жерлерің жайлы болғай, кешіріңдерші мені. Мен де елге келем, дәм тұзым таусылғанда жандарыңа келіп жайғасармын, деп күбірледі. Мұратбайдың көлігі ескі сүрлеумен қиқалаңдап баяу келе жатыр. Бір кездері апыр-топыры шығып, мал жайылып, колхоз бен екі ортаға қатынайтын көліктер жүретін жол құм басып тоза бастаған. Жолдың екі ортасына шөп қаулап, өсіп, жол екеш жолда адам аяғы үзілгесін жетімсіреп қалған сияқты. Ескі жұрт көз ұшында қалып, қазіргі көлік қатынасы жүретін жаңа жолға шыға бергенде, бағанадан бері үнсіз келе жатқан Мұратбай мұң кемесінің ішіне кіріп алып, тұңғиыққа батып бара жатқан Кәріпжанды ұйқысынан оятқандай. Кәкем, сен тұнжырап, қайғыға беріліп кеткенде неғып отырсың? Ата-бабасын арқалап, өмір бойы жанды алып жүрген кім бар? Қане, еңсеңді тіктеп басыңды көтер. Тағдыры болғасын, әртүрлі жағдай болады. Сен үйтіп тұнжырай берме, деді көзінің қиығымен қарап. Иә, Мурка, мен өзі солай білем. Сенің жүрегің нәзік. Қайткенмен жазушысың ғой. Иә, сол. Әкеме шешемнің басына баяғыда келуім керек еді. Соны ойлап, кәке, біз ешқашан қателік жасамайтын болсақ, періште болар едік. Болмаса бәрін өз ойымыздағыдай жасайтын шайтан емеспіз ғой. Содан соң өмірде қателесіп, опық жеп жүрген тек сен ғана емес, дегенде Кәріпжан салбырап кеткен басын көтеріп, сен кешір мені, Мурка. Шынында да мен ойша қайғыға беріліп, түңіліп кетіппін. Өй, кәкем-ай, қайдағы кешір, біз саған ешқашан ренжімейміз. Керісінше, сен сияқты жазушы досымыз бар деп, ылғи мақтанып, ауыз толтырып айтып жүреміз. Шынымен ренжімейсіңдер ме? Сонда 35 жыл жоқ боп кеткен мына мен сияқты мұжықты жақсы көресіңдер ме? Деп Кәріпжан сәл жымиып. Тегі жолда жүйткітіп келе жатқан Мұратбай жылдамдығын ақырындады. Кәкем-ау, сен сол 35 жылғы өкпе реніш дегенді айтып тұрсың ба? Соны әлі ойлап жүрсің бе? Біз оны сол күннің ертеңіне-ақ ұмытқанбыз. Бізге сен сияқты жаман досты кім береді? Айтшы. Оның үстіне бетке өкпелеп тонын отқа жағар қатын емеспіз ғой. Сәл нәрсеге ренжіп, бәрін жіпке тізіп, ашулана беретін, деп күлді Мұратбай. Көлікті тоқтатшы, Мурка. Мұратбай көлігін кілт тоқтатты. Түсші, деді Кәріпжан, есіне бірдеңе түскендей. Ал тоқтаттым. Бергеш, деп Кәріпжан ұзын жолдың бойында көліктен түсе сала кешеден бері қауқылдап жанында жүрген Мұратбайды қатты бір құшақтап, мен бәріңді сағындым. 35 жыл бойы көрмей, мені кешегі бала күнгі қалпыммен қарсы алып, кешіріммен қарағандарың үшін рахмет, деді. Әй, кәкем-ай, баяғыдан жылауық едің. Айттым ғой, сенің жаратылысың бөлек адамсың. Бұл өмірде адамның басында не болмайды. Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кетпейді. Сен өткеннің бәрін ұмыт. Қалған әңгімені біздің қатынның дастарханына барып, асықпай үйде жатып жалғастырайық. Әйтпесе жолдан өткен біреулер мына екі шал айдалада немене құшақтасып тұр, алжыған ба деп жүрер, деп Кәріпжанды көлікке қайта отырғызды. Екеуі де көлікке міне сала лезде көңілденіп, бір желпініп алды. Мурка, балаларың есейген шығара? Кәріпжан кешеден бері шешімін табылмай жүрген сұрағын жол бойы құрдасына тікесінен қойды. Бағанадан бері құрдасының көңілін табам деп, әрдеңені бір айтып, қайғысы жоқ адамдай, сырт көзге қамсыз көрінетін Мұратбайдың өңі өрт сөндіргендей қуарып, көліктің жылдамдығын тағы азайтты. Оны көрген Кәріпжан бірдеңені бүлдірдім-ау деп сасқалақтай бастады. Сыртымнан көрген жұрт, осының тамағы тоқ, уайымы жоқ, деп ойлайтын шығар. Бірақ менің сыртым күліп тұрғанмен, ішімде өрт емес, найзағай күндей ойнап тұратын кім білсін, құрдас. Кәріпжан сол мезетте құрдасына артық сұрақ қойған білді. Тілін тістейін десе, кеш екенін ұғып, аңқылдаған Мұратбайдың жанды жерінен тырнап, қанын шығарып жібергендей ыңғайстанып қалды. Сұрауының жөні бар шығар, кәкем, дұрыс қой, 35 жылдан бері біздің не істеп не қойғанымызды, бала шағамыздың кім болғанын білгін келген шығар.
оған бола кінәламаймын. Өзім 42-ге келіп үйлендім, деп сөзін жалғастырды Мұратбай. Аз жас емес қой, деді Кәріпжанды аузынан қалай шығып кеткен байқамай. Иә, аз жас емес. Айжамал 38-де болды. Бала көтере алмай біраз жүрді. Қаралмаған жеріміз жоқ. Несін айтасың? 10 жылдай әбігерге түстік. Ажырасуға да бардық. Бел ортасына келгенде ажырасып, қайда барамыз деп қайта ойландық. Не керек? 50-ден асқанда туған нағашымның ұлы қайтыс болды. Ол ұл қайтыс болғанда артында 2 жасар және 1 жасар ұлы қалған. Кейін ол ұлдың жылына жетпей, келініміз 2 баланы тастап, Түркістан жаққа тұрмысқа шығып кетті. Содан не керек? Нағашымды бағып отырған сол ұл еді. 80-нен асқанда 2 баланы кімнің қарауына береді? Айжамал екеуміз сол нағашымның аяғына жығылғандай боп барып, 2 баланы асырап алу үшін ант суымызды ішіп, бүкіл ағайынның көзінше Құдайдың алдында аманаттап, балаларды бауырымызға бастық. Әйтеуір өз шешемнің қаны бар ғой деп шүкірлік етіп, қазір сол балаларымызбен енді ғана бақытты өмір кешіп жатқан жайымыз бар. Қысқаша айтқанда, менің жағдайым осындай, құрдасым. Үлкенім 10-да, кішім 9-да. Жас болса түйеге мінеміз деп аралға кететіні сол. Келер аптада барып, өзім алып қайтам. Деді Кәріпжан, терең дем алып, құрдасының да қиын тағдырына алаңдағандай. Бала тапқандық емес, баққандікі дейді ғой. 2 ұлыңда ертең-ақ ер жетіп, жаныңа серік болар. Артыңда ұрпағың қалатын бақытты адамсың ғой, деді, көліктің терезесінен елсіз далаға қарап. Кештетіп екеуі Мұратбайдың үйіне жетті. Қуырдақты қазанға бастырып, буын бұрқыратып қойған Айжамал бұларды күтіп алып, дастархан басына шақырды. Кешегідей емес, бұл жолы ақ бидай сусыны қонақтың жағдайына байланысты дастархан басына келмей қойды. Біраз әңгімелер айтылып, баяғы мектептегі қызықтарына 60-қа келсе де, қарқылдай күліп мәз болысқан құрдастар балалық шақтарын есіне алып, Айжамалдың 2 иығынан демалып тұрған самаурының шайын сораптап отырғанда, Мұратбай қонағына ертеңгі жоспарын айтты. Кәкем, бұйыртса ертең осындағы жігіттерді шақырып, үлкен қонақ асы беріп, бастарыңды қосып жіберсек пе деп отырмыз. Бүгін Құмдауылдан қай уақытта келеміз деп ойлап, ертеңге қалдырғанбыз. Сен асықпайсың ғой. Біраз жатып ауылдың ішін еркін аралатайын деді. Ақ көңіл құрдасының көңілін жыққысы келмесе де, Кәріпжан өзінің бүгін таң ата пойызға қайта отыратынын қалай жеткізерін, нені сылтауратарын білмей абдырап. Мен арғы күні Алматыда болуым керек, Мұрка. Мұратбай жалт қарады. Сенің мынауың қызық болды, Кәкем. Сонда сен... Мен бүгін таң алдында пойызға отырам. Билетімде солай жазылған. Кейін тағы асықпай келем ғой, несіне ойымдайсың? Мынауың болмайды, Кәкем. Бір кеште келіп, таң алды қайтам дегеніңе жол болсын. Әй, неміс десе, неміссің ғой. Адам 60-қа келсе де, мінезі өзгермейді деген рас екен-ау. Айжамал, деп сызылта, шай құйып отырған әйеліне қарады. Әйелі де көзі бақырайып күйеуінің өмірі көрмеген кластасының бұл қылығын түсіне алмай отыр. Мұрка, 35 жыл бойы маза бермеген сұрағыма бүгін ғана жауап тапқандай отырмын. Мен осы барғаннан ақырындап елге қайтудың қамын жасасам ба дейм. Бұған қалай қарайсың? Деді Кәріпжан көзілдірігін шешіп. Өй, бұның дұрыс шешім екен. Бірақ сенің бүгін қайтып кетем дегеніңе әлі сене алмай отырмын, әй. Сағынышымызды басып үлгермедік. Мен ертең жігіттерді шақырып, құйрықты жұлдыздай жарқ еттің де, жоқ болдың деп отырсың ба? Келем, қалған өмірімді осында елдің ортасында өткізем. Ағайын туысты да келгесін түгендеп, бәрінің басын қосып, әке-шешеме ас бергім келеді. Әлі талай кездесеміз. Мұркабай, Алматыдағы жұмыстарымды да бір жақты етіп, үйді сатып, көші-қонның мәселесін осы күзге дейін шешіп, қыс басталмай елге келіп орналасып алсам деп шешім қабылдадым. Құрдасының бұл шешіміне балаша риза болғаны соншалық. Мұратбай Кәріпжанды құшақтап алды. Кәкем-ай, сенің мына айтып отырғаның рас болса, мен басқаларынан сүйінші сұрай берейін. Сөйтсеңші, елге кел, ана жақта жалғызсырап қайтесің. Мына жақта біз бармыз. Ел жұртың бар. Ешқашан жалғыз болмайсың. Кемпір шалдың да басына барып, Құран оқып тұруыңа жеңіл болады, дегендей. Деп қомпаңдап барып,
Әй бекеш, самаурыныңды тағы бір бызылдатып келсеңші, суып қалмады ма? Терім енді шығып келе жатқанда суық су ішкендей боп отырмын, деп әйелін орнынан атып тұрғызды. Ләм демей лып етіп, орнынан самаурынымен қоса көтерілген Айжамал екі құрдасты жалғыз қалдырды. Түннің бір уағына дейін әңгімелері таусылмаған күйі екеуі вокзалға келді. Ақтөбеден Алматыға бағыт алған пойызды күтіп тұр. Темекісін бұрқырата сөйлеген Мұратбай сонда да болса құрдасының келуінен кетуі тез болғанына ренжігендей боп, сенің келе салып кетіп бара жатқаның қызық болды, деді, таңданысын әлі жасыра алмай. Мурка, Алматыда бітіретін бір шаруам бар. Соны реттегесін көштің басын бері қарай бұрам. Орталарыңа келіп, баяғы мектептегі кәріп жандарың боп, бәріңнің тәртіптеріңді қолға алам, деді ыржия жымиып. Сол тәртібімізді қолға алатын адам болмай жүр ғой. Келсең тезірек келсеңші, әйтпесе бәріміз жын шығарып жын алып, бір күні жынданып кетерміз. Сен келіп бәрімізді молда қылсаңшы, деп Мұратбайды вокзалды басына көтере арсалаңдай күлді. Тыңдаңыздар, қарсы алушы жолдастар, сақ болыңыздар. Ақтөбеден Алматыға қатынайтын жолаушылар пойызы бірінші жолға келеді. Пойыз вагондарының реттік саны соңынан басталады, деген тұмауратқан қыздың даусы саңқылдай естілді. Түн ішінде Қазалы вокзалын басына көтеріп бажылдап, жолаушылар пойызы келіп тоқтады. Қай вагон еді? 7-ші вагонға қарай жүр. Біздің қатынның жолға салған тамақтарын ашытып алмай, Алматыға жеткенше жеп барарсың, деп Мұратбай қолындағы дәу сөмкені вагонға көтере кірді. Ал құрдасым, аман болыңдар. Саған ризамын. Неше жылдан кейін жатырқамай қарсы алып, осылай шығарып салғаның үшін алғыстан басқа айтарым жоқ. Айжамалға да рахмет. 2 күн бойы зыр жүгіріп. Өй, кәкем, сен де айтады екенсің. Сені мен күтпегенде кім күтеді? Сен давай тезірек елге келудің қамын ойластырып, маған хабарыңды беріп отыр. Күз болғанша менің дегбірімді қашырып, ұзақ күттіріп қойма. Бұл жаққа келгенде тұратын үй жайыңды өзім реттестірем. Ол жағына алаң болма. Жолың болсын. Аман есен жет. Хабарыңды енді тағы 35 жылға үзетін болсаң, ол кезде шынымен ренжіп көрмей кетем, деп арсылдаған күйі вагоннан түсе сала Мұратбай құрдасын құшақтап алды. Ақырындап доңғалақтар қозғала бастады. Терезеден Кәріпжан, сыртта Мұратбай бір-біріне қимай қарап қоштасты. Қош, туған жер. Түн ішінде ұйқыда жатқан адамдарды оятып алмайын деп, Кәріпжан төсек орнын салып ұйықтап қалғысы келген. Бірақ кешеден бері болған оқиғалар қайта есіне түсіп, бірден ұйқыға келе алмайтынын білгесін, темекісін ала вагонның кіреберісіне тамбурға келді. Туған жердің жарқыраған шамдары бірте-бірте алыстап, сығырайған нүктеге айналып, бұған түн ортасында қош бол кәкем деп Мұратбайдың даусымен қол бұлғап тұрғандай болды. Пойыздағы кездесу. Сағат тілі таңғы 9-дан аса бергенде, халат аламыз, нәски аламыз, көйлектер бар, деп купенің есігін рұқсатсыз аша салатын саудагерлердің зарлаған даусынан оянып кетті. Қарама қарсысындағы орында орыс әйел таңғы шайын ішіп, асылған жұмыртқаны баппен жеп отыр екен. Көршісінің оянғанын көріп, бұған басын изеді. Төбеде бір жас қыз ұйықтап жатыр екен. Бұның төбесі бос тұр. Ұйқыдан ояна сала тамақ жемейтін Кәріпжан таңғасын асықпай ішермін деп купеден шығып айналаға қарады. Қыбырлап жүрген егістік басындағыларды көрді. Кей жерлерде мал жайылып жүр. Даладағы ауа райы ыстық сияқты көрінді. Бұл уақытта жолаушылар пойызы Қызылорда қаласына жақындаған. Қызылорданың жазы ерекше ғой. Әсіресе шілде айындағы аптап ыстық, ана мынау жүрегі әлсіздерді біраз қинайтыны бар. Сағат 10-нан өте пойыздың жүрісі бәсеңдеп қалаға кірді. Кәріпжанды темекісін ала, бала кезіндегі Нью-Йорктей көрінетін Қызылорданың вокзалына түсіп, ауыз жұтып алуға бекінді. Аптап ыстық басталмаса да, ондардың шамасындағы төбеден түскен күн жалаңбас адамның шекесін тесіп жіберді. Артынып-тартынып вагонға ентелеген халық бұлардың түсуін күтіп тұр. Соған қарағанда Алматыға баратын жұрт баршылық сияқты көрінді. Вокзалдың бұрыш жағында орналасқан отырғышқа келіп, темекісін тұтатты. Адамдардың бірі пойызға отыруға жанталасса, енді біреулері
балық аламыз, помидор, огурцы бар, картошка алыңыздар, деп зыр жүгіріп вагон жағалауда. Ызы шу қайнаған өмірді көріп, темекісін құшырлана сорып, Кәріпжан іштей: адамдар, қайда асығасыңдар, ештеңеге асықпаңдар, әсіресе жаз күндеріңде. Пойыздың жолынан жаңылсаңдар да, өмір жолдарыңда жаңылыспаңдар, деді. Қызылорда қаласында тұратын бір туысы не кластасы жоқ болғасын, Кәріпжанды мұнда ешкім қол бұлғап, сағына күткен жоқ. Болған күнде де тумысынан кісі кейік боп біреуге жақындауы қиындау. Ол мені күтіп алыңдар, келе жатырмын деп ешкімді мазаламайтын еді. Кісі кейік демекші, Кәріпжанның бойындағы көп адамға ұнамайтын қасиеті осы. Бала күнінде де ер жеткен соңды әкесі үнемі оған: сен жаныңа адам жуыспайтын жарыма қарсың ғой, ізіңнен қара ермегені де содан шығар, кімге ұқсаған белесің өзі, деп ашуланған кезде жекіп алатын. Әкесі солай баласын жерден алып жерге салып жатқанда, шешесі күйеуінен бата алмай, бір жағынан жалғызын қалай қорғаштарын білмей, үндемей ғана іштей тынып, өзін жегідей жеп отыратын еді. Бұлар отырған көпеге асығып үсігіп, жасы 25-тер шамасындағы жас жігіт келді. Арқасына артқан шағын рюкзагын жоғарғы орынға қоя салған ол кірген беттен Кәріпжанға қадала қарады, қол беріп амандасты. Сақалын сәндеп қырған қара торы жігіт жас болса да, жанары бірінші көрген адамды тесіп жіберердей сәл сұстылы көрінеді. Заттарын жайғастырған соң, ол төменгі орынға Кәріпжанның рұқсатынсыз отыра қоймады. Отыра қой, інім, Алматыға барасың ба? Деді Кәріпжан оған қарап, жанынан орын беріп. Иә, Алматыға барам. Оқуға қайтқаның ба? Болмаса жұмыс бабымен бе? Деп Кәріпжан тағы өзі сұрақ қойды. Кірген беттегі сұсы қайтты ма? Әлде көпедегі жалғыз еркек кіндік жолдасымен тіл табыспаса жарылып кетермін деді ме? Жігітте ыңғайланып алып: оқуды баяғыда бітірген аға, елге келіп біраз демалып, жұмысқа қайтып бара жатырмын. Қызылордалықсың ғой? Иә, қызылордалықпын. Біраз үнсіздік орнады. Орыс әйелде тамағына тойып алып, бұлармен шаруасы жоқ, қон жиып алып, ұйқының жоспарын орындауға кірісті. Оның төбесіндегі жас қыз Алматыға барып, сүргіндеп жұмыс жасайтын адамша, пойызда ұйқысын қандырып алайын дегенде тырп етпей жатыр. Бір жақ бетте екеуі өздерінше ой үстінде отырған. Үнсіздікті жас жігіт бұзды. Аға, сіз Кәріпжан Ұзақбаев емессіз бе, е? Жас жігіттің төтеннен қойған сұрағына Кәріпжан жалт қарады. Иә, оны қайдан білдің? Деді, өзін танып тұрғанына іші жылып тұрса да, салқын қандылық танытыңқырап. Танымағанда, сіздің әңгімелеріңізді университетте қазіргі қазақ әдебиеті деген пәннен оқыдық қой. Кейінгі жылдарда жазбай кеттіңіз бе? Деп жігіт тағы төбесінен жай түсіргендей болды. Кәріпжан бұл сұраққа жауап берерде тосылып қалды. Миындағы небір ойлар тағы да арпалысқа түсіп, мына балаға не деп жауап берсем екен? Бұл менің шығармаларымды білетін бәле боп тұр-ау, деп: есімің кім, інім? Журналшы емессің бе? Деді, сасқанынан аузына сөз түспей. Жәңгір, журналист емеспін. Қарапайым ғана мұғаліммін, әдебиетшімін. Онда жағдайың белгілі болды. Сұрақты орағытып әкеліп тұтқиылдан емес, төтесінен қойғаныңа қарап, журналшы ма деп қалдым. Жәңгір жазушы ағасының бұл жауабына жымия салды. Тағы үнсіздік орнады. Қазір не жазып жатырсыз аға? Әдетте жазушылар ақындарға қарағанда ұзақ үзіліс жасап барып, бір күні жұрт елең ететін тың дүниелерін жарқ еткізеді ғой. Сізде ұзаққа созылған романыңызды жазып жатқан жоқсыз ба? Деп Жәңгір Кәріпжанды қыспақ қалғандай қайтадан ашық сұхбатқа шақырды. Кәріпжан 60-қа келсе де, жанында отырған жас жігіттен өзінше сескеніп, секемденейін деді. Жайшылықты өзінің сырын, шығармашылық құпияларын ешкіммен бөліспейтін ол көптен бері шығармаға қатысты көсілмегендіктен, бұл баламен сөйлесіп көрейін, бәлкім жастардың да пікірін тыңдағаным дұрыс шығар, деп ойлап. Не жазып жатсың дейсің бе? Жазып жатқандарымда, жазып бітіп жарыққа шықпай тұрғандарымда көп. Ұзаққа үзіліс жасағаным да рас. Бірақ біздің жазғандарымыз бүгін шықпаса, ертең шықпаса, арғы күні шығары сөзсіз. Өзің прозаға қызығушы ма едің? Деп жігіттің де
сырын ашқысы келіп, қарсы сұрақ қойып үлгерді. Жігіт те сасқан жоқ. Тежегішін бассаң да тоқтамайтын көлік сияқты жазушымен сұхбаттасуға арнайылап дайындалып келгендей. Прозаға нақтылап қызыққаныма 5-6 жылдай болды. Университетте жүргенде жастықпен поэзия оқып, қыздарға арналған жырларды жаттап, кейін дипломдық жұмысымның тақырыбында қазіргі қазақ поэзиясы өкілдерінің бірінің шығармалары бойынша қорғағанмын. Студенттік соңғы жылдары ғана прозаға деген қызығушылығым басталып, оның ішінде Роза Мұқанованың жинағын жастанып оқып, ары қарай қазіргі классиктердің шығармаларын оқыдым. Бірақ сіздің бірде-бір жинағаныңызды таппадым, деп Жәңгір Кәріпжанға сұраулы жүзбен қарады. Кәріпжан үндемей барып, не ойлағаны белгісіз. Классиктер поэзия дейсің бе? Қазір ақын көп қой, олардың бәрі дипломдық жұмысқа жарай ма екен? Деді. Ақындарға деген менсінбеушілігі бар адамдай мұрнын шүйіре. Жігіт тағы да тозылған жоқ. Ақын көп емес екен аға. Бұрынғы өткен ақындардың бәрінен дипломдық жұмыстар, біразынан диссертациялық жұмыстарды қорғалып кеткен. Содан қазіргі менмін деп жүрген ақындардың ішінен Құмар Балғазиев деген кісіні тауып алып, соның шығармаларын шыр айналдырып отырып, әйтеуір үйтіп жүріп, ғылымиландырып қорғадық қой. Дегенде Кәріпжан үстінен біреу мұздай су емес, ыстық қайнаған су құйып жібергендей, басын ішіне тыға денесін құшитып, темекі тартасың ба інім? Жүрші, кіреберіске барайық, деп Жәңгірден бұрын тұрып, купеден атып шықты. Жігіт оның не ойлағанын сезген жоқ. Ойсыз ғана артынан еріп кіреберіске келді. Пойыздың тарсылдаған жүрісі біресе тынышталып, біресе үдетіп, екі ұрпақтың өкілдері өз паровоздарын бірге бұрқырата бастады. Кәріпжан кіреберістің терезесінен сыртқа көз тастап ұзақ тұрды. Біршама уақыт өткеннен кейін, Балғазиевтен қорғадым дейсің бе? Деді Жәңгірге, таңданушылықтан гөрі ішінде бір реніш өкпесі бар адамдай тесіле қарап. Иә, сол кісінің поэзиясы бойынша қорғадым. Сіздердің бастықтарыңыз емес пе? Деп саңқ еткізгенде, Кәріпжан жүрек тұсынан біреу келіп, өтпейтін пышақпен қинап тұрып, тілгілеп жібергендей жиырылып. Менің бастығым емес ол, ешкімге де бастық емес, деді қабағын түйіңкіріп. Жәңгір жазушылар одағындағы барлық ақын жазушылардың басшысы Балғазиев деп ойлайтын. Мына кісінің жауабын тыңдап, бірдеңенің шекілеу екенін, Кәріпжан мен Балғазиевтің арасында шешілмеген түйін барын сезе қойды да, ары қарай Кәріпжан өзі сұрақ қоймаса, қазбалағысы келмеді. Екеуі тағы да үнсіз тұр. Жәңгір де үлкен адамды тастап, өздігінше кете салуға бата алмай, не болса да көпеге бірге кірмекші болды. Мен таңғасымды әлі ішпеп едім. Шай ішейік, маған серік болсаңшы, әңгімені тағы жалғастыра жатармыз, деп жігітті өзінің соңынан ерте көпеге келді. Екі адамға арналған дастархан жайылып, Жәңгір жылдамдатып, шайдың орнын жасап жіберді. Кәріпжан түнде Айжамалдың берген сөмкесін ақтарып, ішінен қазы қартасы мен шайға арналған тәттілерін шығарып жатыр. Купенің есігін жауып алып, екі жігіт шайдың қамына кірісті. Тойдан келе жатсыз ба, аға? Жә, бала күнгі досыма барып, ауыл жаққа соғып дегендей. Кәріпжан жас жігітке бірден ақтарылып, 35 жылдық тарихын лақ еткізбеді. Олай жасамайды да. Себебі бір көрген адамға сұрақтармақ түгілі, онымен жуысып кетуінің өзі қиындау екенін белгілі. Оның үстіне қатар емес, тең емес, жас балаға ішіндегісін айта қоймасы анық. Қазақтар тойдан қайтқанда ғана осылай туралған қазы қартаны салып алатыны бар ғой, соған айтқаным. Қазақтың үйінде әсіресе біздің ауылды күнде тойға қарағым. Айтпаңыз, себепсізден себепсіз қарапайым күнді тойға айналдыратын тек біз шығар, деп Жәңгір өзінің тамақтарын шығарып, дастархан үстіне қойды. Шайдың қызығы басталды. Екі құйғаннан ақ таусылыңқырап қалған ақ құманды алып Жәңгір қайта толтырып әкелді. Өзің қай елсің, Жәңгір? Әліммін, Қазалының тумасымын. Мектепті Қызылордада бітіргесін, ауылдан қайтарда қалаға бір соғып, класстастарымен міндетті түрде көрісіп кететінім бар. Кәріпжанның қабағы көтеріліп, таңданып. Бағанадан бері мен сені Қызылордалық екен, қаланың городской баласы деп отырсам, сөйтсем, сен менің інім екенсің-ау? Әрине, ауылдың қара топырағын жалаң аяқ кешіп, шаңын жұтып өскен
қара домалағымын ғой, деп күлді Жәңгір. Інім болдың ғой. Әке шешең қайда? Әке шешем ауылда, Қазалыда. Өзім Алматыдамын. Ауыл жаққа 4 жылдай келмей, осы жазғы демалыста келіп тұрғаным. Кәріпжанның түрі тағы да бір түрлі өрт сөндіргендей боп кетті. 4 жыл дейсің бе? Үйленгенсің бе әлде? Әлі үйленбедім аға. 4 жылда жұмыстарымен жүріп қалып келе алмадым. Биыл келмесем, әке шешемде ренжіп, бауырларымды түрімді ұмытып, тіпті ренжісе, көрмей кетер деп келгенім ғой, деп Жәңгір тағы күлді. Кәріпжанның жігіттің сөздерін тыңдаған сайын, біреу өткен шақтағы қотырларының бетін қыршып алғандай боп, ішіп отырған кесесін қоя салды. Інім, егер сен үйленбеген болсаң, саған бірақ ақыл айтайын. Әке шешеңе жылына бір рет емес, қолың тисе, айына бір келіп көрісіп кет. Амандығыңды білдіріп, өзіңнің де, әке шешеңнің де мауқын басып тұр. Ұқтың ба? Иә аға, биыл әке шешемді де, бауырларымды да шын сағынғанымды білдім. Бәрін түсінем. Кейде жастықпен әке шешемізге, бауырларымызға «Тух, қойшы!» деп кіжініп қатты сөйлеп қалатынымыз бар. Сонда да олар сенен теріс айналмайды екен. Келсең құшағын аша еміреніп, кетеріңде батасын беріп шығарып салады. Әке шешенің батасын алғаннан артық бұл өмірде сый жоқ екенін біліп жүрмін, деп Жәңгірде салмақты күйге ене қалды. Кәріпжан жас жігіттің бұл айтып жатқандарын көзін жұмып отырып тыңдап, өзі де іштегі өкінішін қайта есіне түсіргендей, маңдайынан ағып бара жатқан терін бір сүртіп, «Сонда жасың нешеде?» деді. Жәңгірдің жасын өзінше шамалап отырса да. «Жасым 30-да. Үйленгенім жоқ. Кейінгі кезде әке шешенің қадірі туралы көп ойланып жүрмін. Қашан үйленесің? Жасың болса келіп қалыпты. Әке шешеңе немере сүйгізіп дегендей, үйленетін қыз болмай жатыр аға. Дардай Алматыдан қыз таппай жүрсің бе?» деп Кәріпжан езуін тарта. Жәңгір қызарақтап, ұрлық жасаған адамша ұялғандай боп, «Дардай Алматыда қыз көп қой, бірақ шешем өткенде бір ақыл айтқан». Не деді?» «Не дегенде, бір жолы шешеме өзіме ұнайтын қыз туралы айтқанмын. Ол Өскеменнің арғы жағында бір шалғайлау жердің қызы болатын. Әлде мен ғашық болатын қыздар кілең алыс жақтікі ме? Содан не керек шешеме Өскемен жаққа құдалыққа баруға қалай қарайсыңдар дегенмін. Сонда шешем мені бір ақ ауыз сөзбен тоқтатты. Балам, келіншегіңді өзіміз жақтан іздесең қалай болады? Егерде сен анау қиян шеттен қыз алып Алматыда жүретін болсаң, ол кезде мына біз жаққа келуіңді сирете бересің. 3-4 жыл емес, 7-8 жылдап келе алмай жүретін шығарсың. Өйткені жаз болса, әйелің төркінім жаққа барайық деп жиналады. Сен артынан сүмеңде бересің де кетесің. Содан қайын жұртыңнан келгенше жазды бітеді. Ауылға келуге уақытыңда, мүмкіндігіңде болмай қалады. Ал өзіміз жақтан мына Қызылорданың аумағынан келіншек алсаң, әйелің жаз басталғанда төркініне келем десе де келесің. Бірақ әйеліңнің төркіндеріне келіп тұрып, қайтар жолыңда бергі жақтағы бізге өзің үшін ұялғаннан ақ менің әке шешеме соғып кетейік деп келіп кетесің. Сол үшін қызды жақын жерден алғаның дұрыс болар. Онсыз да бойдақ кезінде 2-3 жылда бір келетін адамсың. Әйел алғасын сені жоғалтып алармыз, деді. Сол сөзден кейін ойланып қалдым. Бұйыртса қызды өзіміз жақтан іздеп жүрген жайым бар, деп Жәңгір Кәріпжанға «Бұған не дейсің?» дегендей қарады. Шешең дұрысын айтқан екен. Әке шешеңнің қадірін біліп жүрмін деп отырсың ғой. Дұрыс, ертерек білгеніңді жөн болған. Оларды қашанға дейін өмір сүрет дейсің? Жылдан жылға жасарып жатқан жоқ. Қартайып, күш-қуаттары азайып бара жатыр. Ата-анаңның батасын реті келсе күнде алып тұр, Жәңгіржан. Олардың берген батасы ешқашан кері қайтпайды. Соны ұмытпа. Онсыз да әке шешең күнде сенің тілеуіңді тілеп жүретін шығар. Яға, өздері де айтып отырады ғой. Күнде жатарда да, ұйқыдан оянғанда да сенің тілеуіңді тілеп оянып, сенің амандығыңды тілеп жатамыз деп. Көрдің бе? Ата-ана деген баласы қандай болса да жамандыққа қимайды. Шырылдап, жанын беруге дайын тұрады. Ал енді келінді ауыл жақтан іздеп жүрмін дегеніңе де қосылам. Әр аймақтың адамдары бір-біріне өзара жақсы түсінеді екен. Соны түсіндім. Ол кезде қыз бен жігіттің де, құда мен құдағидың да
өздерінің сөйлесу, түсінісу тілдері ортақ болады. Сондықтан да әке-шешеңнің тілін алғаның дұрыс. Оларға қарсы шықпа. Сосын оларға жиі келіп тұр. Барынша қолыңнан келгенше қызығыңды көрсет. Қуаныш сыйла. Солай жасауға тырысып жатырмын аға. Класстас достарың көп пе мына жақта? Деп Кәріпжан Жәңгірдің сөзін аяғына жеткізбей, ішінде қалып кетердей жанталасып, сұрағын қойып үлгерді. Шынымды айтсам, бұрынғыдай емес. Бір ғана класстасыммен араласам. Қалғандары жан-жақта. Кейбіреулері осында. Бірақ аралас-құраластығымыз жоқ. Хабарымыз үзілген. Неге? Кәріпжан қарсы алдындағы ұлды іштей өзіне ұқсатып барып, сырын шамалап көрейін деді. Мектепте жүргенде өзі 4 жігіт қатар жүрдік. Екеуі Астанада, мен Алматыда, Қызылордада біреуі қалған. Астанадағылармен қатынас үзілмесе де сирей бастады. Елге келгенде сағынысып көрсетін бір досым ғана қалды. Кластағы қалған жігіттермен мектеп бітіре сала арамыз үзілген. Неге екен білмедім. Кейде біздің әке-шешеміздің класстастары 60 жылдықтарында тойда арқа-жарқа боп кездесіп жатқан көргенде қызығам. 60-қа келгенде біз қалай тұрар екенбіз? 3-4-еуміз сопиып тұрар мекенбіз деп ойланам. Деп Жәңгір кәдімгідей ойлы көздерімен күрсініп қоя берді. Класстастар, 60 жылдық той. Жалғыз досыммен ғана кездесем. Деген сөздер Кәріпжанның жанды жеріне тигендей қолын иегіне сүйеп, терезеге қарап, бір нүктеге қадалған күйі ойланып кетті. Шайдың орны жиналып, екі жігіт кіреберіске темекі тартуға шықты. Ол кезде жолаушылар пойызы киелі Түркістан өлкесіне жақындап қалған. Туған жеріне келіп біраз бой жазып, әке-шешесі мен бауырларының арасында арқасын кеңге салып, Алматыға ерекше күш-қуат жинап қайтқан Жәңгір өзінше керемет жазушымен сапарлас боп келе жатқанына дән риза. Студент кезінде жазушылар одағындағы түрлі кездесулер мен мерейтойларға барып, мылжың әңгімелер мен мыжыма лекцияларды тыңдағысы келмей ұйықтап қайтатын. Ол кезде жастықтың боуыма, мерейтой иелеріне арналған мақтау-мадақтау әңгімелер мен шапан жауып, гүл шоқтарын ұсынулар Жәңгірдің аса қызығушылығын оята қоймаған. Бертін келе проза жанрына деген махаббаты оянып, 60-80 жылдардағы классиктерге қарағанда көзі тірі қазіргі заманның жазушыларын оқуды қолға алғаны рас. Онда да өзінен бір курс төмен оқитын жерлес қызға Роза Мұқанова шығармаларының ерекшелігі, жанр, стиль, көркемдік деген тақырыпты дипломдық жұмысын жазып бергенде ғана оның шығармаларымен толық танысқан. Міне, содан бастап қазіргі қазақ жазушыларының шығармашылығын іздеп жүріп оқитын халге жеткенді. Жәңгірдің кез келген қазіргі жазушыны Мұқановамен салыстыратын да сол. Прозаға деген махаббатын күшейткен Роза болатын. Прозаға деген қызығушылығы артқаны соншалық, келе-келе Жәңгірде бірдеңелерді, біреулердің тағдырларына бей-жай қарамай, шеймай шатпақтар жазып, болашақта жазушылыққа да бет бұрсам деп талаптанып жүр. Бүгін сапарында білдей бір жазушымен жол серік боп бірге келе жатқаны Жәңгірге бір жағынан қызық. Бір жағынан жазушының өзімен бетпе-бет кездескендегі әңгіме қалай болар екен деген сұрағына жауап алу үшін таптырмас мүмкіндік боп тұр. Ал Кәріпжан болса орында жатып, өзінің 35 жыл бұрынғы жастық шағын ойлап, ішкі күйік өкініштерінің орнын толтыра алмайтын біліп, дер кезінде санасына тиіп, әке-шеше мен достың қадірін түсініп, дұрыс жағынан ойланып тұрған мына балаға тағы да қалай ақыл айтсам екен деумен болды. Кәріпжан вагонның теріс асыған қышқыл ауасынан шаршап, Түркістан өлкесіне түсіп, кешкі салқын ауадан бір жұтып алғысы келген. Қырсыққанда оңтүстіктен қапырығы әлі де басыла қоймапты. Оған қоса вокзал аумағының бәрі өзбек жігіттер желпей пісіріп тұрған кәуептің түтініне толып, қолқасы ауыратындарды тұншықтырып жіберердей. Жәңгірде анадай жерге барып, біреумен телефон арқылы тілдесіп тұр. Бұның жанына жолай қоймады. Азмас түтін аралас ауаны жұтқан күйі Кәріпжан ішке кірді. Орыс апай мен оның төбесіндегі қыз, ата-бабалары ана дүниеге ұйқыдан кеткенде әлі тырп ете қоймаған. Кәріпжан вокзал маңындағы қайнаған тіршілікке көз тастап, өзінше іштей. Бұлардың барлығы бірде бақыт емес қой. Ішінде бақытсыз боп, адасып, тал қарманып жүргендер қаншама. Біреу ұрпағының қамымен жүр,
Біреу қара қамбасының жырын күйт деп жүр. Менше, мен кімнің қамы үшін жүрмін деп құлазып кетті. Жалғасы келесі бөлімде. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.